Біздің қазақты оңдырмай жүрген бір қуаныш, бір жұбаныш бар. Оның қуанышы. Елде бір жаманды тауып, бір адамның бұл өзі қылмаған жаманшылығы шықса, қуанады. Айтады. Құдай пәленшеден сақтасын. О да адамын деп жүр ғой. Оның қасында біз сәулелі кісінің бір емеспіз бе? Оған қарағанда мен таза кісі емеспін бе деп. Оған Құдай тағала айтып па? Пәленшеден тәуір болсаң болады деп. Білгендер айтып па? Әйтеуір өзіңнен наданшылық асқан, жаманшылық артылған кісі табылса, сен жаманға қосмайсың деп. Жаманға салысып жақсы бола ма? Жақсыға салысып жақсы болады дағы. 100 ат бәйгеге қосылса, мен бәйге алдым деген сөз болса жарар. Алдыңда неше ат бар деп сұрар. Артыңда қалған ат нешеу деп сұрағанның несі сөз? Мен 5 аттан, мен 10 аттан ілгередім дегеннің несі қуаныш? Ал енді жұбанышы. Жалғыз біз бе? Елдің бәрі де сөйтіп ақ жүр ғой. Көппен көрген ұлы той, көппен бірге болсақ болады дағы деген сөзді жұбаныш қылады. Оған Құдай тағала айтып па? Көптен қалмасаң болады деп. Көпке қақарым жүрмейді деп пе, жоқ әлде көпке тұзағым жетпейді деп пе? Ғылым, көпке келіп пе, біреуден тарап пе? Хикмет, көптен тарай ма, бірден тарай ма? Көпке қорлық жүрмей ме? Бір үйдің іші түгел ауырса жеңіл тие ме, жоқ әлде жарымы ауырып, жарымы сау болса жеңіл тие ме? Жер білмеген көп адам адасып жүрсе, бір жер білетұғын кісінің керегі жоқ бекен. Көп кісі жолаушының бәрінің атының арғаны жақсы ма, жоқ әлде жарымы арса, жарымысының күйлісі жақсы ма? Жұт келсе, елдің бәрінің түгел жұтағаны жақсы ма, жоқ әлде жарымы жартысы аман қалғаны жақсы ма? Осы көп ақмақтың бір ақмаққа несі жұбаныш? Тоқымымыз бен аузымыз сасық болушы еді деген жаман күйеу қалыңдығын жеңіп пе? Көңілін сол сөзі разы қылуға жетіп пе? Ендеше көбіңнен қалма, сен де аузыңды саста бер деп пе?